мәңгі тұрады алақандай жүрегімізде. Содан бері өтті 20 жыл, құрдастарым билеп ойнап күн, сағынысып қауышайық біз, өтсен айлар мейлі қанша жыл. Содан бері өтті 20 жыл, құрдастарым билеп ойнап күн, сағынысып қауышайық біз, өтсен айлар мейлі қанша жыл. Достарым ән салғанымыз, қоштасқанда мектебімізбен, қартаймасын әрқашан ұстаздарымыз, санамызға білім сіңірген. Балалыққа бара алмай сағынып жүрміз, уақыт шіркін көнбейді ырқыңа, тілекші боп жаныңнан табылып жүрміз, ән арнадым құрдас құрбыма. Содан бері өтті 20 жыл, құрдастарым билеп ойнап күн, сағынысып қауышайық біз, өтсен айлар мейлі қанша жыл. Содан бері өтті 20 жыл, құрдастарым билеп ойнап күн, сағынысып қауышайық біз, өтсен айлар мейлі қанша жыл. Құрдастарым билеп ойнап күн, сағынысып қауышайық біз, өтсен айлар мейлі қанша жыл. Содан бері өтті 20 жыл, құрдастарым билеп ойнап күн, сағынысып қауышайық біз, өтсен айлар мейлі қанша жыл. Настроение бүгінгі Айшуақ 88-лерінің мектеп бітіруіне 20 жылда кештен қош келдіңіздер! Рахмет! Алайда әдемі настроение, әдемі көңіл-күймен бүгін арнайы Ақтөбені дүрсілкіндірген, Ақтөбені шулатып жатқан 88 болса да лимузин жалда осы мейрамханаға арнайы келген Айшуақ 88-лердің ортаға қарсы Yeah.
Ошондо жиналгандар, жиналмайтындар да бар. Осылай бастарыңызды біріктіріп жатқан Аллаға шамсыз шүкір. Кеш құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Мен өте күшті. Жап-жас екенсіңдер. Әдемі көрінесіңдер. Кеш құтты болсын. Айшуақ, сен-сен-сен-сен! Ерекше ықыласпен қол соғай, қандалай, құрметті көрсетейік. Сіздерге арнайы білімдерімен сусындатқан аяулы ұстаздарымызды қарсы алайық! Шынымен ұстаздар ма сіздер? Құрдастарыңыз айтайын, машалла. Шынымен мама, холодильникте сақталғансыздар ма, машалла. Алла разы болсын. Келгендеріңізге үлкен рахмет. Сіздердің тілектеріңіз қазір бір-біріне елі бар қазір. Бір-бірге үйлері бар, Аллаға шүкір. Ол енді әрине сіздердің берген тәрбиелеріңіз, берген білімдеріңіздің арқасы осылай бүгін бастарына бірігіп 20 жылдықты тойлап, арнайы сіздерді шақырып, осындай аяулы ұстаздарымыз біздің ортамызда болсын. Әдемі кешке көрініс, әдемі кешті, әдемі көріністі бірге қарсы алайық деген арнайы ниет бұл. Айшуақ 88-дері сізге арнайы шапалақ! Рахмет, Алла разы болсын. Бұдан да үлкен қошеметке лайықсыздар. Алла разы болсын. Қош келдіңіздер. Төрде тұрған столға жайғасаңыздар болады. Құрметті көрсетіңіздер. Жайғасайық, орнымызға отырайық, әдемі кешімізді бастайық. Сіздеріңізді көргенімізге қатты қуаныштымыз. 20 жылдық құтты болсын. Арнайы жиналып жатқан өздеріңізге мың алғыс. Кеш құтты болсын. Бүгінгі шынымен шамшасы екенсіздер. Мен өше таңғалып тұрмын. Мен осы жақында бір 88-дегі тойын жүргізіп, осындай кешін жүргізгем. Мен сіздерге машалла күштісіздер. Алла берекесін берсін. Қуаныштымыз, көргенімізге қуаныштымыз. Төрт көздеріңіз түгел жиналғандарыңызға қуаныштымыз. Алла разы болсын. Құрметті ұстаздар,
келгендеріңізге үлкен рахмет, үлкен бастарыңызды кішірейтіп бүгін арнайы ортамызда ортақтасқандарыңызға үлкен рахмет. Бүгінгі кешімізді енді арнайы өздеріңіздің жылы лебіздеріңізбен ашсаңыз деп жатырмыз. Арнайы ұстаздарымызды ыстық ықыластарыңызбен, құрмет қошеметтеріңізбен арнайы ортаға шақырайық. Ұстаздарға бір ерекше құрмет көрсетейік. Қош келдіңіздер. Адам құтты болсын. Рахмет сіздерге. Осындай балаларды жетілдірдіңіздер, жеткіздіңіздер, білімдерімен сусындаттыңыздар. Өздеріңіз білетіндеріңіздің барлығын осы балаларға үйреттіңіздер, жол көрсеттіңіздер, жөн көрсеттіңіздер. Ұстаздарымыз шықты. Бір емес, төрт ұстаз тұр. Сөйтіп ұрсатайын ба? Тілектеріңізді тыңдайық. Ұстаздардың тілегін тыңдайық. Құрметті сегіздер. Құрметті қарымды шәкірттерім, бүгінгі жиырма кездесулер құтты болсын. Яларынан ұшып, 20 жылда бас қосып отырмыз. Ұзағына болсын. Айтатын көп шамам қол жақтыр мен айлық дейміз. Сендерді көргеніме өте қуаныштымын. Кішкентай кездерімнен жүргендерім, мектептегі тұрғандарым, отырғандарым бәрі ыстық қосатында. Енді бүгін барлығын үлкен азаматша болып, биіктерден көрініп, үлкен белестерге шығып, мен өте қуанып, өте қуанып жатырмын. Менің балаларымның біреуі кішкентай кезінде әбилектің мамасы кетті бір күні. Сенің бір балаң бұзауға теріс қарап мініп жүрді. Бұзауға теріс қарап құйрығын ашты, өзі біле шықты. Ойбай, кім десем, менің мейрамбайым бұзауды көшеден ұстап алатын өледі да, құйрығын ашты, теріс қарап біледі өледі. Одан кейін мықтап есімде қалған Русланым өмірде партаның үстінде отырмайды, келеді да партаның астына отырады. Молдашым болды. Бірнеше күн өтті. Бір күн қарным ашады. Апай, 1-2 сағаттан кейін қарным ашты дейді. Содан кейін қарным ашты, қазір тамақ жейсің. Әкелгендері жайлап алып жеп-жеп отырады. Сөйтіп бір айдан партаның астынан түсіне отырады. Сонда папасың айтады, ағамыз айтады, ұстаз деген мықты ғой дейді. Енді сондай балаңды сіз айтатыныңыз партаның астында отырады дейді. Енді түсіне шықты дейді. Сөйтіп жұмыстан келе жатып күтіп алып ертіп келеді. Баламды берді. Амал жоқ. Өзім қожалық ағамның қолына ұстатып жібереді. Осы келесімен келген отырған басын. Сол сияқты өте көп қызықтары бар балалардың. Сөйтіп өздерінің еңбек жолдарын бастап, ары қарай үлкен азаматша болып, әрбір үй иесі болып, отырсыздар. Бүгін бәріміз де өздеріне бірдейсіздер.
мықты қуаныштымын. Одан кейін семья құрып, отбасы құрып, балалы болып, солардың қызығын болып жүре беріңіздер. Мына қаладан, ауылдан, қаладан, Астанадан, Алматыдан келген бәріміз өте қуаныштымын. Ауылға барып, ауылда бір көтеріп тастаңыздар. Айшуағын туған өлкеде өте ауыл қуанып жатыр сіздерге. Ауылға деген сүйіспеншіліктерді көрсетіңіздер, ұзағынан болсын. Осы келетін құрдастарыңызға құран оқытып жатсыздар. Оған да көп рахмет. Сіздерді жебеп, демеп, инабар жолдасы болсын оларға. Әр уақытта көңілді қызықтарыңыз көп болсын, достықтарыңыз жазылмасын, жалғаса берсін. Осылай бастаған қуалысы сіз, біз болып, амандықта болыңдар. Ұзағына болсын, денелері сау болсын, отбасылары аман болсын. Бөлінген балаларыңызға қызығын болып, аман есен жүре беріңіздер. Аяғы айтады көп. Қуаныштымын, құтты болсын. Ал 20 жылдан кейін кездесіп отырған мына біздің шәкірттеріміз, оқушыларымыз, осы кездесулерің құтты, қадамы құтты болсын, алды жарық болсын. Кеше ауылға барып садақа беріп жүрсіңдер, қабыл болсын. Ауылға естелік орнатып кеткен екенсіңдер. Ол да бір үлкен жаңалық болып ел қуанып жатыр. Енді сіздердің мектеп бітіргендеріне 20 жыл болғанмен, мына біздің апай екеуміздің алдымыздан шыққандарына 27 жыл болды. 27 жылдан кейін сендермен кездесіп тұрғаныма қуаныштымын. Біз 4 бітірдіп қалғаннан кейін, менің бір есімде қалғаны, сендер 11 бітірерде бәріміз жаңа Ахуал мешітінде қадыр түнінде кездестік. Енді бұлайынша сол тілек дұғамыз қабыл болды ма, бұлайынша қарасам, өзімнің алдымнан шыққан шәкірттерім аман екен. Енді бірақ басқа оқушылардың кейбірі көңілдері озған екен, алды жарық болсын. Менің айтатыным, мен сендерді жақсы көремін. Біледі деп ойлаймын. Сондықтан да қуаныштымын, әдейілеп мал ауылынан келіп тұрмын. Осы бір 20 жылдыққа жиналған, тіршілікте балдарымды көп қылайын деп. Қыздарымыз өте сұлу болып өсіп, үйлі баранды болған екен. Ұлдарымыз өте сұлу келіндер алып, керемет, үлкен отағасы болған екен. Алдағы уақытта да сендерді үлкен белестерден көретініне сенімдімін. Алдағы уақытта да өздерің осындай жиын тойда молынан кездесіп жүргендеріне тілектеспін. Дендерің сау болсын, кәсіби жеміс тілеймін. Рахмет, шақырғандарына көп. Саламатсыздар ма? Менің қымбатты да алтындай шәкірттерім, түлектерім. Бүгін өздеріңді көріп, 20 жыл көрмеген ұл қыздарымды көріп, ерекше бір күйге түсіп тұрмын. Мына тойларың құтты болсын. Кеше осы бір жеті бұрын ауыл жаққа барып, ауылға үлкен сый жасап, белгі орнатып, одан қалды орталарынан кеткен кластас достарыңды еске алып, сондай бір сауапты іс жасадыңдар. Сол сауапты істің куәсі болдым, ойда жоқта барып, бір-бірімізге деген тілегіміздің, ниетіміздің түзулігі шығар. Тіптен осындай сендердің орталарыңа барам деп ойлаған жоқ едім. Құдай бір солай кездестірді. Бір жағынан қуанам, өздерінің сондай азаматтық іс жасап, елге
осындай қызмет көрсетіп жатқандарына Алла барлығын сауаптан жазсын, отбасыларының жан-жақтарың аман болып, тек қана осындай жақсы қуанышты сәттердің куәсі болыңдар деп тілек айтқым келеді. Енді осы кездесу болады деп маған шақырту келгеннен кейін көп нәрселер есіме түсті. Оңашада жылап та алдым, көңілім босап. Шамалы үйде жүргенде ішімдегіні шығарып, көңілім босап алайыншы, ертең балдарының ортасына барғанда жыламайыншы деп едім, бірақ сонда да кішкене арасында көзіме жас келіп тұр. Кешірім сұраймын. Бастауыштан Айнұр апаймен бастауышпен қоштасу кеші болып мектепте спорт залда әлі күнге көз алдымда. Сонда салтанатты түрде мен сендерді Айнұр апайдың қолынан қабылдап алып едім. Қасты. Міне сол кезде 7 жыл бойы сендермен бірге жүрдім. Қарап отырсам, бір жағынан көңілім босап тұрғаны, сондай бір керемет бақытты сәттерімді өткізіппін. Яғни ол уақытта әке-шешем аман, бауырларым бүтін, отбасым аман, сондай бір уайым қайғысыз, сондай бақытты күндерді кешіппін сендермен. Сендерге алғысым шексіз. Жүрегіме шүкір деймін. Отбасыларың аман болсын. Барлығына тек жақсылық тілеймін. Енді айта берсек айтатын нәрсе көп. Содан біраз менің сақтаған қағаздарым бар екен. Соны естігеннен ақтарып, үйдегі альбомдарды ақтарып, чемоданды ақтарып, жаңағы ол уақытта класс жетекшінің жеке журналы болатын, сол журналды туып алдым. Ішінде барлығын 90-дық бағалары бар екен, мәліметтер бар екен, бір талай. 2 конверт бар, оны да алып келдім. Жаңа енді салтанатты жиынның басында сөз бергеннен кейін, оны қазір мына жерде ақтарып, ұшы болмай-ақ қояйын дедім. Қазір өздеріне көрсетемін. 2 конвертте осы 2 кластың сол тентек-ұлдардың жазған түсініктемелері бар. Соны сақтағаным, 20 жыл сақтап, ол конвертті күнеге қойғаным. Сол конвертті ашқым келеді сағынған кезде. Балдар не жазды екен, жазуын көргім келеді, бірақ өзім ұстап алып келдім. Ол конверт ашылған жоқ, оны ашу маған да қызық болып тұр, не бар екен. Қазір өздеріңмен бірге ашып қарайтын боламыз. Көп рахмет бәріңе де сондай құшақтарыңды жайып, ұстазымыз деп осылай қарсы алып жатқандарына. Енді бұл сендердің өткенді сағынай еске алатын сондай кеш және бір-біріңді қадірлейтін, бір-біріңді сыйлайтын сондай бір керемет сәт деп ойлаймын. Осындай кездесулердің жалғасын таба берсін. 30 жылда, 40 жылда бастарың аман, бауырларың бүтін болып, 4 көздерің түгел болып, осындай кездесулердің куәсі бола беріңдер. Рахмет. Құрметті менің апай айтып кеткендей апайларым, өзімнің асыл жігіттерім, қызғалдақтарым, барлықтарына мына 20 жылдық құтты болсын. Отбасыларың аман болып, дендерің сау болып, осындай кездесуді өткізіп жүре беріңдер. Мына көрінген көңілектердің қызығын көріп, бар қызықты сол отбасыларына бірге бөлісіп, осы кездесуге келген келіндер, сендерге мыңда бір рахмет. Екпергендеріңе. Осы кездесу басталып дегеннен Беріктің үйіне барамын ғой мен, енді көршім өзімнің
аны бос тұрса да сол үйдің шаруаларымен барамын да берікті үйіне кіріп кетемін, сонда айтқаным Берікке. Берікке айттым, сендер қызықсыңдар ма, келіншектеріңді алып шығыңдар, алып барыңдар. Самалға айттым, Самал сен қалма дедім, Берікбай. Ол қызық қой, мысалға 20 жылда сендердің бұл көрсеткіштерің, ана үйдегі кішкентай балапандарың сендердің жетістіктерің, соны көрсете білу керек. Біздер былтыр 35 жылдық тойладық. Сол кезде мына енді қаладағы жігіттер ой, келіншексіз қыдырамыз деп әңгіме айтты. Содан біз отырып айтып, онда біз бармаймыз, қатыспаймыз. Содан не керек, бір күні хабарласты. Ал давай біз де солай келіншегімізбен барамыз деп айтып деп. Онда барамыз деді. Солай көңілді әр кездесуді солай өткізіңдер. Мына дендерің сау бол, бауырларың бүтін бол, орталарың азаймай жүре беріңіздер. Қызықты нәрселер көп, оны жеке өздеріңмен сұрасыңдар. Оны халықтың қазір қолтықты. Сөйтіп Рахмет, Алла разы болсын. Үлкен рахмет. Енді мектебіңізді қабыл етсін. Келгендеріңіз үлкен рахмет. Енді сұрақ қойғым келіп тұр. Сіз қандай пәннен? Биология пәнінен. Биология пәнінен, машалла. Сіз? алғашқы әскери дайындық. О, МВП. Кім лучше болды бағанағы? МВП-да кім күшті шәкірттер? Бұл жерде аянатын жоқ, барлығы күшті. Бәрі түрі тұршы. Бұл класс кезінде спортсмен болды барлығы. Әлі де спортсмен. Спорттан, МВП-дан бірінші орында жүрді. Рахмет. Совсем керек емес информация. Рахмет, Алла разы болсын. Сіз қандай пәннен? Біз бәрінен бердік. Не? Сіз? Алғашқы ұстазбыз. Машалла, қозы болып қойыңыздар. Өте күшті. Енді, мен ойлаймын, әрбір класста болды. Болады ғой, бір тентек. Любой жерде тентек жасап жүретін бір бала бар ғой. Кім? Бір тентектік жасайды. Айтыңызшы, сіз білетін сияқтысыз. Кім бар? Шамалы тентектеу, билегенде де өлтіреді, күшті билейді. Тентек болмаған сияқты, менің балаларым қайта порядочный болып, Бегімбек қызығатын сенің ұлдарың деген үсті тап-таза, жіптіктей болып жүреді, а менің балаларымның ағарыш қалай болсын жүреді деп маған қызығатын. Тап-таза жүресіңдер ме? Енді ішінен бір тентек бала сабағы және бала бір байқап қалдым. Осы жерде бір бойы кішкентай бір аға жүреді ме? Отырғаны. Брат, алло, сіз ортаға келсеңізші. Келіңіз. Ой, есіміңіз? Руслан. 11 жыл бірге оқыдыңыздар. Күшті ме бәрі? Не қызмет жасап отырсыз қазір? Жұмыс қайда? Теміржол? Сабай алып кететін адам екен. Апайлар, ұстаздардың өзінше бір билеп жіберіңіз. Сіз тойды көтереді дейді. Күшті басында келіп келдіңіз ба? Ал, поддержка керек! Кет! Өзі 88 бейі 74 болып тұрған. Алзақ қойыңыздар, красавчик. Тоқтамыз бар ма? Старсы болған. Менің басында старысты Ақбейлі болды. Ақбейлі кейіннен соңғы 2 жылда Ақтөбеге басқа дарын мектебіне ауысып кетті. Содан кейін орнында Алтынбек болды. Мама, алтын белгі алғансыз, иә? Ақбейлі. Келіңіз орта. 9 жасқа дейін болдыңыз, иә? Кім андай тырнаға алынбай,
шашы өсіп кеткен, жасы кіргір болып жүреді осы жерде. Оған келген. Ол әлі жүрген сияқты бір тырнағынан алмай бар ғой. Кім бар енді? Шустрый кім болды класста? Алтынбек? Кім ол Алтынбек деген? Қайда Алтынбек? Қайда? Тойға келген құдай қарап тұрмасы. Білесің бәй, билеп тастасыншы жас берет әй. Арабай, бай, 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 арабай, бай, қымылдағыдай, арабай, бай, бай. Кім бар тағы Шустрый? Кім бар? Ердос? Ердос қайда? Қайда Ердос? Al kasaya bir ölçü atlayıp koşacağım. Өзі сұрауға бір отыратын өзі. Кім бар қыздарда? Ал айтшы. Үстеуге. Қандай сұрақ қойды ма? Апайдан тұрып жоқ ма? Билеуге ма, әлде сабақты жақсы оқыған керек? Бір қызды алып шығып ачымен жасамайсың ғой сен. Билейсің ғой я, билейтін кім бар? Класстастарыңа? Класстастарыңа ба? Әйелін қарамай тұрады. Әйелін ортасымен? Кім? Мен әйелім ба, бүлдер әйелім? Жоқ, әйелім өліп бітіп тұрады ше? Қыздарын айтшы. Кім? Алманша. Бәрі қыз болды. Алма қайда? Ayşok жақсы жүргеніміз өйдім, е? Ayşokты қой жүргеніміз өйдім, е? Саламатсың. Не жұмыс істейміз қазір? Бәсе сондай бір дегесі бар. Тағы бір қыз. Шустрый, кім? Сен қарамасаң айта алмайсың ба? Ақнұр. Ақнұр дейді. Андай өзінің мінезі жоқ. Ақнұр жақын деп еді, Ақнұр деді. Кеш құтты болсын, 20 жылда. Ерекең. Ерекең, молодец. Кеш қарағаншы. Баяқта ерекең. Нәчік қыз. Есіміңіз? Ақнұр, не жұмыс істейміз? Жүгірттем. Машалла, ортаға кел. Біз ішіндегі шығарып алшы шығарып. Неше күн үйде жүрсің ғой, бәрін шығаршы давай. Билеші. Ерге, давай. Маэстро, танцуй! Ama biyin mi senin? Mama, biyin adı qanday? Өзің шығарып бейді? Машалла, келіңіз. Сіз де келіңіз. Ұрмаңыз, апа, ұруға болмайды. Мектепте істеген жасқа ұруға болмайды. Билешті, ал кет. Құрметті ұстаздар, не үшін шақырып отырмын? Сіздер тәрбие берген балалар осындай қазір сөйлеуіз, бір қызметте, Аллаға шүкір, бір отбасылары бар, осындай ұрпақтарға әдемі білім тәрбиелеріңізді бердіңіздер. Бір қошемет соғып қойыңыздар, құрметті ағалар, шақыралар. Енді құрметті ұстаздар, сіздер бізге бұл жандарға білім нәрін сусындаттыңыздар. Арнайы бұлардың да сіздерге арнайы дайындаған сый-сапаттары бар.
соны табыстауға рұқсат етіңіз. Бұлар 88-дердің атынан, Айшуақ 88-дердің атынан әрқайсыларыңызға батыстан трехкомнатный квартира. Арнайы сый-сияпаттары сіздерге әрқайсыңызға айта берейін бе? Или өздеріңіз айтасыздар ма? Өзі айтады. бір керемет кеш 20 жыл болып жатыр. Мына әрқайсысы отырған алдарыңыздағы балалардың осы күнге жеткен жетістіктері мен білімдері осы сіздердің арқаларыңызда. Сіздерге бас иіп рахметімді айтамын. Біз үлкен болып ауылда да тойлаттық кешегіде. Бәрін көріп отырсыздар, естіп отырсыздар. Мұнда арнайылап шақырып жатыр. Шақырған жерімізден қалмай, алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз сіздерге мыңда бір алғыс. Сіздердің берген тәрбиелеріңіз естен кетпейді. Ондай тәрбие жоқ. Неше түрін көрдім мен. Бірақ қазір ондай жоқ. Сол кездегі осы кісілердің тәрбиелерін алған, сол кездегі буын бәрі әдеті, тәртіпті, қазірге дейміз. Біз соған қуанамыз. Ұрсын апайлар өзі, өлтіріп тұр сабасын, апайлардың алдында, ата-аналардың алдында қызы қалдырмасын. Бірақ біз содан өттік бәріне. Осы кісілердің қолдарынан өттік. Мыңда бір алғыс сіздерге. Мына құрдастарымыздың атынан сіздерге шағын сыйлығымыз бар. Аз да болса көптей көріңіздер. Арнайы сіздер шығып тұрғаннан кейін беріп тастап, алтаға беріп тастап. Сіздерге Пара құсап бермеші? Уже дүрсе? Бәрі бейіп беріп көріңіз. Біреу салып жіберсе, трецке салып жіберсе ертең. Жүресіне. Апа, 100 мың дегенен ғой, 100 мың дегенен. Каждайыңызға 100 мың дегенен, 400 мың деген шығарып ғой, молодец. Алла айтады болсын. Аман болыңыздар. Аз да болса көптен көріңіздер, арнайы сый-сияпаттары сіздерді сыйлап, қазір шынымен бұларға берген тәрбиеден қазіргі балдарға ойсамай шығасыздар. Қазіргі балдар бізде баяғыда математика мынандай кітабымен басымыздан ұрған кезде бар ғой, есіміз жинап алады. Қазіргі балдар ешкім оралмайтын сияқты, қазіргі балдарға өзімізді кейде слабет етіп қаламыз ғой. Қазір бәрі бір-бірлерін әкелсіңдер, зумерлер ғой, альфа ұрпақтар дейді. Міне салиқалы ұрпақтар осылар. Бір қошемет соғып қойыңыздар ұстаздарға. Рахмет, Алла разы болсын. Орындарыңызға жарайғасыға рұқсат. Бір фотоға түсіп алсаңыздаршы. Бір фото жасай қойыңыздар. Фотограф деген бар ма? Одан кейін 20-тен бастап мына 2 сал алғасы әлі бас. Болды ма? Соны айтуға кетіпсіз ба? Орамалдың тоңғылмай жол болады деп таңсында кішкене сый-сияпатымыз бар балаларға. Естеймін. Апайлардан да өнерде подарка бар. Сыйласу деген өмірдің мәні, сыйластық керек адамға. Өзгені сыйла, өзіңді сосын, сыйлатуғадай шамаң бар. Құрмет болсын. Енді ауыз көпіріп сөйлеп жүрген кімде отырған жарыстар, мен өзім таныстырып өтейін. Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Ебейді деген ауылдан шыққан баламын. Руым Адай. Бірі білсе, бірі білмес, мен 2019 жылы қазақша ойыннан чемпионмын республика. Фемида Ақтөбе деген команданың ойыншысымын. Есімім Есбол, тегім Аманғалиев, маған шапалақ ұрастыр, ұрмайсыздар, өздеріңіз білесіздер. Енді бүгінгі кеште арнайы кеште маған список берілген жоқ. Мен список сіз әр столға ат қойып шақырып қойып.
маған осы 4 столға 5 стол ғой, 5 столдан бір адамдан шыға қойсыншы. Отдельно бір адамдан. 5 столдан. Кім бар? Стоп. Кел істеңіз. Дәке, бір адам сіздің столда. Біреу, қыз, ол бәрі шустрый біреу шықса болды. Күнде сағынған сенен хабар жоқ қой, саламмен кезор не өзің шақырсаң ұстай шыққан сүйдім сені күнде сағынған сенен хабар жоқ қой, саламмен кезор не өзің шақырсаң ұстай шыққан. Мына столдан қыздардан біреу керек. Шустрый. Кім бар қыздардан? Кім? Келіңіз, қосылай! Так, Тимур жолдасың. Сіз қай столда отырсыз? Екінші столда. Столыңызға өзіңіз қалаған ат қойыңыз. Любой ат. Арыстандар. Самоцикл машин. Арыстандар дейді. О, есіміңіз? Бағдат. Не жұмыстаймыз? Вахта. Қайда? Өрт сөндіруші. Красавчик. Столға ат қойыңыз. Барс. Есіміңіз? Алмаз. Не жұмыстаймыз? Механикпен шақты. Шахтада механик. О, красавчик. Столыңызда? Оқымыстылар. Оқымыстылар, қайдасыздар? Қайдасыздар дегенде шапалақ ұрыңдар. Оқымыстылар! Стоп. Барыстарға қараңдар. Барыстар! Братан, қойшы, 88 месін бе? Барыстар! Арыстандар! Есіміңіз? Егеулан, не жұмыс істейміз? Полиция собор. Собор? Красавчик, әдемі столымызға? Лашын. Кім? Лашын. Лашын? Құс бар ғой білесіз бе? Білем. Лашын? Өткір құс бар. Өткір құс. Собор дегенге ойлап арыстан зәк бірден айтып жатыр. Лашын деген несі? Арысымыз ғой. Арыс алып кетті ғой. Алып кетіп тұр ғой. Адам ойында шектеу жоқ қой негізі. Лашын. Саламатсыз ба? Есіміңіз? Қымар. Не жұмыс істейміз? Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университетінде Кім бұл? қауымдастырған профессор. Түптеген жоқ, бірақ күшті сияқты бірде, иә? Күшті оқу жайды ғой. Так, командаңызға атап? Кім қоямыз? Кім? Кім? Аққулар? Сабыр берсін сендерге. Давай, аққулар ма? Жұлдыздар? Ойбай, жұлдыздар! Енді столдарыңызды көтеріңіздер барынша. Столдарыңыз веселый болу керек. Кімнің столы сол кеш соңына дейін күшті веселый отырады, соларға сый сияпатыңыздар. Өлең болсаң, столдарыңызбен бірге билеу керексіздер. Иә, бесеуіңіз 5 столды орнынан тұрғызасыздар. Стол көтермейсіздер, айқайлаңыздар, шулаңыздар. Кетті!
сый-сияпаттар бар, иә, дайындап қойған арнайы сыйлықтарымыз бар. Бүгінгі кеште ең веселый бір адам керек просто, билейтін ортаға шығып. Кім бар? Шустрый, билейді. Кешті көтереді. Кім? Бағдар, давай әкеп, Бағдар! Что вы это сделали? Машалла. Әке, красавчик. Өте әдемі келіңіз ортаға. Әке, жұмыс қалай, жақсы ма? Жақсы. Үйленгенсің ғой? Иә, ойлап қалдыңыз? Неше? 7 бала. Серьезно ма? Серьезно ма? Айғырдың пысқырғанына қарады емес па да? Красавчик. 7 бала ма? Қандай? Серьезно ма? 7 бала бар ма? Әме, ырымшылдың шамалы? Бар. 7, машалла. 3-ші бала атың? Бол қалған ватсапқа жазып жібересің, рахмет. Ұшақта болайын. Апа, қараңызшы. Міне результат қой, апай. 7 бала прикиньте. Машалла. Осы жерде отқан бәрінде жүрісті болсын. Ол ең көп осында ма? Ең көп осында, ең кішкентай осы екен да, машалла. Осы болмайсың, бәке! Бақта! Әдемі. Бүгінгі кеште бар ма? Ысқыра алатын әйел адам бар ма? Ысқыра алатын. Алма! Кім? Алма? Қайда алма? Алма қайда? Ысқыра ма? Сіз сегізден ұшақат дейміз. Үйретіндер ме не? Кім бе? Қыздар ма? Ысқыра алатын. Қадар көйлем. Ай, неужели біреуі жоқ ысқырады? Балдардан кім бар? Мош ысқырады. Райбек! Кім Райбек қайда? Сіз шамал сука чыштау екенсіз да? Сәл аузыңда жүз тұрмайды екен да? Кеш ордаға келе башы сен, ордаға кел. Есімің? Алмаз. Алмаз. Не жұмыс істейміз? Таныстық қой. Шақтыдамын. Шақты. Класста енді бәрін айтып отырсыз ғой, бәрін білетін өзіңіз, қазылар алқасы өзіңіз деп тұрып, осы жерде енді болды ғой бір. Мектепте бірге болғандар бар ма? Мектептен кейін үйленгендер осы жерде бір класстан кейін үйленіп кеткендер. Класста қызбен ба? Бар. Кім? Біреу Алтынбек, сосын Бектенбек, жаңа бір. Айттым ғой. Мынаған анау-мынау нәрсені айтып қоймаңдар. Кеш құтты болсын, 20 жылдық құтты болсын. Қуаныштысың ба? Конечно, қуаныштымын. Неше жылдан кейін көріп тұрсың? Бар, 20 жыл көрмеген бір-екі құрдасым бар. Қойшы, кім? Қыз балалары бар, Алматыға кетіп қалған солар. Сосын? Ақбейілді. Ақбейілді? 20 жылдан кейін көріп тұр ғой, ойлашы. Ужас. Сіз Алматыда осыз ба қазір? Не жұмыс істейміз? Алматыда. Заместитель генерального директора холдинга и атақты строительная компания «Альфа» генеральный директор. Вы исполнили, да? Вы исполнили. Jangan makan cakap. Риза болдыңыздар. Молодец. Қалжал қойыңыздар. Енді бүгін кеште жаңа ең көп баласы ғой жаңа бәкең, иә? Машалла. Алла Тағала ұзақ ғұмыр берсін ол кісіге.
Дәке, Дәулет ағамды ортаға шақырайыншы, қоса қойыңыздаршы. Келіңіз. Стоп. Бұл кісіге ондай қоспайсың. Өзі келеді просто. Кел. Біз Дәулет ағамен баяғыдан араласамыз. Аға әні ол бүгінгі кеште арнайы осы жерде мына кісі бар, ханым бар, арнайы қолға салған осы жандар ол. Бүгінгі кешімізді жүргізіп берді. Скидкісін. Сол арнайы кешті жүргізуге келіп отыр. Дәке, қазір не жұмыс? Кәсіпкер. Апай көрдіңіз ба балаларын? Біреуі кәсіпкер, біреуі БС холдингтің заместитель директоры, біреуі мақтаншақ әйтеуір шүкір әйтеуір осындай балаларыңыз бар. Дәулекеге қошемет соғып қойыңыздар. Осы ұйымдастырушылардың арасында не болып жүрген, алдыңғы қатарда жүрген жандардың бірі бүгінгі кешті ұйымдастырған осы жігіт маған 1045 рет звондаған осы кісі. Түн демейді, күн демейді, 24-те 7 звондап, нервыма тиген осы кісі болды мен осы. Дәке, қошемет құрмет болса! Құрмет ханымдар мен мырзалар, астанамен алдырып отырыңыздар, бір аздаған үзіліс берейік. Содан кейін баршамыз қазір экранға назар аударатын боламыз. Yes.
дейінші мен қайттан шығып ерінбеймін андай өздеріңнің бауырларыңды көргенде інілеріңізді көргенде бір ерекше қошеметпен қарсылаңыздаршы мен де бір шарт алып қояйын иә ал кеттік жібер енді құрметті қонақтар мен мырзалар мына тұрған экранға баршамыз назар аударайық әдемі көңіл күйімізді көтеріп алайық ешкім орнынан тұрмай орындарыңыздан отырып берейсіздер болды задание көрсетіледі просто дәл соны қайталау керексіздер иә кеттік бірінші задание Сізге аман болыңыз. Келесі. Дәулет аға, сені күткен жоқпын ба? Дәулет аға, күліп қарашы мынау, иә? Штақлас отырайық деген бар. Сізге аман болыңыздар. Мұхтет қарап отыр екен да, күшті. Келесі, бірге. Sizde bu kusurum olur ha. Anam kuş olsun.
бір тиктоктан тренд қосам, иә? Соны билеп беріңізші. Тикток қалай айтасыз? Ай. Ал енді құрметті ұстаздар, Ағыл апай бізге алғашқы әліпбиді үйретіп, Айнұр апа, Ақгүл апа, Бейімбет ағай, бүгін біздің осындай үлкен қуанышымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі той сіздердің тойларыңыз бірінші. Мен ойлаймын, сіздердің шәкірттеріңіздің ішінде ең бірінші 20 жылдық біз шығамыз деп. Сондықтан бұл да біз үшін құрмет. Шынымен толып тұрмын, барлық, жаңа айтып жатырмын ғой, бауырларым, достарым, кластастарым, барлығымызды осы 20 жылдыққа аман-есен жеткенімізге ең бірінші Аллаға сансыз мақтаулар мен шүкірліктер болсын дейміз. Барлығымды көргеніме қуаныштымын. Құтты болсын, көп жақсылықтар тілеймін. Ең бастысы амандық, осы жақсы күнде сіздермен табысқаныма, көріскеніме, құшақтасқаныма, қауышқаныма, сағынышымды басқаныма өте бақыттымын. Енді жүректе тілек көп. Біз бәріміз бір-бірімізге ең жақын адамдарымыз, өміріміздің ең тәтті, ең таза, ең күнәсіз, сонда ең жақсы кезеңдеріміз, өміріміздің бір бөлігі сіздермен өтті, осы достарым, кластастарым. Әрбіріңіз менің жүрегімде, жеке өзімді айтатын болсам, мен үшін кеше ойланып жатырмын бірінші көргенде, сіздер менің жүрегімде сондай ең таза, ең ыстық жандарсыздар. Сондықтан барлығыңызды аман-есен, ең бастысы көргеніме қатты қуандым. 20 жылдан кейін осылай кездесеміз деп ешқашан мүмкін ойламаған да шығармыз. Уақыт жақындағанда ойлана бастадық қой шынымен. Бірақ алдын ала осы 11 бітіргенде 20 жылдан кейін осы адаммен осылай кездесем деп ешкім ойламаған шығар деп ойлаймын. Сондықтан барлығымыз көргеніме қуаныштымын, шынымен толқып тұрмын. Кеше бірінші жаңа қаладағы кластас балалардың қонақасысына жиналған кезде көп балаларды көрдік кеше. Сол кезде қыздарды көрдік, бір-бірімізбен кездестік 20 жылдан кейін. Сол кезде үлкен толқыныс болды, шынымен. Қатты бір ерекше сезімді бастан кешірдім. Ондай сезім, ондай болмаған, себебі ондай балалық шағымның барлық естеліктері осы кісілермен байланысты болғасын. Осы сіздермен байланысты болғасын. Сіздермен байланысты болғасын. Сіздерді көргенде басқаша соғады екен жүрек шынымен де. Сондықтан да апайлар да осы кездесуге келем дегеннен естеліктерін қарап, бұрынғы балалық шағымызды естеріне алып жатыр екен. Ондай сезім бәрімізде болды. Осы келеміз дегеннен Билет ағай, Ақбел екеуміз Алматыдан келмеймін деген ой болған жоқ, міндетті түрде келеміз деп енді. Сондай бір осы қуаныштың ортасында болайық деген бізден басынан ниет болды. Сол ниетке бүгін жеттік. Шүкір, баршаңызды көргеніме қуаныштымын. Енді сіздерге не тілеймін? Амандық болсын ең бастысы. Отбасыларыңыз аман болсын. Қастарыңыздағы Алла қосқан жұбайларыңызбен өмірлеріңіздің берекесін арттырып Алла тағала сондай ғибратты ғұмыр кеше беріңіздер. Көріп отырған балапандарыңыздың қызығын көріңіздер. Кеше жеке сұрап жатыр ғой енді, бірақ қазір ұмытып қалдым, шыны керек, кімде неше бөпең бар деп бәрі бізге қызық сондай бір-бірімізбен қауышқанда, сондай құндылықтарымыздың ауысқаны сонша бәріміз бір-бірімізден қазір балалардың неше балаң бар деп сондай сұрайтын болып, сондай жасқа жатқанбыз.
кеше айтып жатырмыз ғой енді балаларымыздың тойына барайық деп енді ойым жинақтай алмай тұр. Ең бастысы кеше өзі мен айтып жатырмын, азамат жігіттердің осындай азамат ретінде сондай салиқалы, иманды, сондай азамат болып қалыптасқандарына мен қатты қуандым. Неше түрлі қазір ортада жүреміз, әртүрлі ер азаматтармен де бірге жұмыс істейміз. Көреміз ғой әртүрлі ер азаматтарды. Бірақ сондай сендердің бойларында сондай қазақтың нағыз ер азаматына тән адалдық, достық, бір-біріне деген сыйластық, құрмет, сондай жауапкершілік, соның барлығы кеше бір ауыз сөздеріңнен көрініп тұрды. Сондықтан сендердің қастарыңдағы жарларың өте бақытты деп ойлаймын. Біздің балаларды бағалаңдар, қыздар. Біздің қыздарды бағалаңдар, қыздар, келіншектер. Біздің балалар сондай жақсы балалар екенін өздері көріп жүрген шығарсыңдар. Біз сол сендер үшін сол біз бірге балалық шағымызды бірге жақсы өткіздік. Осы сендердің қастарыңда болатын жарларында сондай жақсы азаматтық қасиет қалыптассын деп біз соны бала кезден қалыптастыруға үлес қостық. Енді қазір сондай балалардың көзінде, әрқайсының көзінде мен бақыттың, жаңағы шүкірліктің сондай нұрын көргеніме қуаныштымын. Ойым шашырап тұр, бірақ мен ең бастысы барлығын біліңдер, жаңа апай айтқандай, мен барлығыңды жақсы көремін. Барлығын жақсы көремін. Мен үшін бауырсыңдар. Ең бастысы амандықта кездесе береді. 30 жылдықтан қалмай келеміз бұйырса. Де қадірлі ең айлы ұстаздар және 11 жыл бойы бірге оқыған сыныптастарым, сіздерді осындай әдемі жерде, әдемі бейнелеріңізбен, әдемі кеште қайта қауышып көргеніме қатты қуаныштымын. Осындай әдемі 20 жылдық кездесуді ұйымдастырған 88-дің жігіттері мен келіншектеріне көп рахмет. Ауыл көлемінде ас бердіңіздер, ауылға әдемі ескерткіш орнаттыңыздар. Міне осындай әдемі үлкен ресторанда әдемі кездесу ұйымдастырып жатсыздар. Оның барлығы сіздердің ауызбіршіліктеріңіз. Осы ауызбіршіліктеріңізден айырылмай, ары қарай орталарыңыз бала шамаларыңызбен толып, бақытты ғұмыр кеше бердіңіздер. Біздердің басымызды біріктірген Бек Сүлейменов атындағы орта мектеп. Осы мектепте 11 жыл бойы бірге оқыдық. Бастауыштың негізі фундаменті, білімнің негізі фундаменті бастауыш. Осы бастауышта бізде Ағылапай 4 жыл бойы бізге білім берді. Ағылапайдың каллиграфиялық талапқа сай әрбір әріпті, 42 әріпті жазғызуы, бізге көбейту кестесін жаттатқызуы, жаңағы әріпті дұрыс жазбаса, апайдың қолында сары указка жүреді деп, сол сары указкаде қорыққаннан әдемі жазады деп, одан кейін көбейту кестесін жаттамай келсек, 45 минут бойы сол математикада тұрып тұрасың. Содан қорыққаннан көбейту кестесін жаттап алдық. Апайдың осы бізге берген қатал бақылауымен берген білімі қазіргі біздің өмір жолымызда көп пайдасын тигізуде. Тіпті көбейту кестесін қазір ұйықтап жатып сұрасам да айтамыз. Одан кейінгі орта болуынан бастап сынып жетекшіміз Бақгүл апай сынып жетекшінің ұстамдылығы, мінез құлқы, сабырлығы, инабаттылығы Бақгүл апайдың әрбір оқушыға зор ықпалын тигізді. Бақгүл апайымыз өзін сондай 20 жылдан кейін қайта жүзін көрсем де дәл сол күйі ешқандай өзгермеген Бақгүл апайымыз бақтың гүліндей жадырап жайнап жүре беріңіз. Одан кейінгі Бақгүл апай бізде класста 18 жыл, сол 18 жыл апайдың менің шашымды ағартатын шығарсыңдар деп қатты жынданып, көзі жасқа толып кәдімгідей
балаларды ұрады ғой, сол кезде апайдың ұрғаны ішімнен ойлап отыратын, жай ғой мына апайдың ұрғаны деп. Апай кәдімгідей тамыры, мойнына тамыры шығып кетіп қызарып жылап жібере жаздайды ғой. Мұғалімдердің кеңсесінен осы 18 жыл үшін сөз естіп келеді, сендер мені шашымды ағартасыңдар деп. Соның барлығы балалық, одан кейінгі сол 6 класстан 11 классқа дейін бізде талғар бар ма? Бізде бір аптада 6 күн оқимыз, сол бір аптаның 6 күнінде 3 күнде келеді талғар тек. Сол талғар келсе, бәріміз алдына жүгіріп шығамыз. Ана папкасының ішінде не бар? Құрт бар. Құртты толтыр салып берді, ішінде дәптер, кітап жоқ оның ішінде. Содан құрт болмай қалса настроениеміз түседі. Өй деп, бір уақытта костюмінің төс қалтасын ашады, міне ақша бар деп. Содан әжесінің баласы ғой енді, қолында ақша, қалтасында ақша вешіп борап жүреді. Біздерді обеспечить етіп, ухажер болып, пирожныймен, құртпен біздерді сөйтіп күнде сабаққа келеді. Одан кейін 3-ші қатарда Айбек қайда? Айбек өте. Ердоспен Кәмшат отырады, одан кейін Қалапаспен Айбек отырады, Еркеғамен мен отырамын. Содан ана 3-ші қатарды шулатып, вечно Айбек отырады ған жерде, сабақ өтпейді бізде. 3-ші қатар шулайтып отырады, қойындар деп. Айбек содан, Айбектің күлімізді отырамыз, сабақ тыңдамаймыз, содан 7-ші класстама, 8-ші класстама Күләш апай мені именно тек геометриядан 3-ге шығарып қойды да. Содан сол жылы емтихан тапсырғаным бар. Бір сағаттан 3-ге шықтым да, емтихан тапсырдым ұлдармен. Деп намысты алып кеттімші. Сосын апайға айттым, апай мен орнымды ауыстырыңызшы мына жерде деп. Содан Алмастың қасына отырғызып мені. Алмастың қасына отырғаннан бастап алдымда Жаңагүл бар, физикадан көшіріп алып, химиядан көшіріп алып. Сөйтіп 4-5-ке шығып аяқтадым. Апайлардың бізге берген білімі, олардың айқайы, ол біздерге деген ұрысының артында адам бол деген жанашырлықтары тұратын біз кейін ұғамыз. Одан кейін кешекте Алматыда ұстазға салып қойыпты. Мен егер де қайтадан мектепті оқысам, алтын белгіге оқыр едім деп. Алтын белгіге оқымасаң да 3-4 бизнестің басын біріктірген Шалқардың белгілі бизнес-вумені. Одан кейін сол негізі мен осы тұңғышым 11 бітірді биыл, одан кейін қызым 9 бітірді, одан кейін кешегіне 2 ай болған жоқ, кішкентайлы болдым, 4 қыздан кейін ұлды болдым, содан келе алмаймын ту 20 жылдыққа деп қатты қиналып не істедім өз-өзіме запрет қойып тастадым да. Содан балдардың кешегіде ауылға ас беріп жаңағыдай кешкісін салют атып, бәрі тойлатып жатқан кезде кәдімгідей менің Қамар айтқандай толқын адамның бойында сезім оянады ғой. Толқын сезім оянып, Кәмшатқа айттым, Кәмшат бара алмай қалдық деп. Кәмшат айтты, давай Кәмшат қайтам, екеуміз барайық та бірдеңе қылып деп. Кәмшат одан Гүлзат қайтты, негізі біздер бармаймыз деп отырып, аяқ астынан осылай сондай сағыныш сезіміміз оянып, аяқ астынан келіп қалдық. Осылай басымыз амандықта қосыла берсін, тағы да айтатын естеліктер көп еді, ұмытып тұрмын. 30-40 жылдықтарда бастарымыз аман есен қосыла берсін. Құрметті ұстаздар, сыныптастарым, алтын кластастарым, сіздерге бүгінгі 20 жылдықтарыңыз құтты болсын деймін. Ең бірінші мен Арал апай мен Бегмет ағайдан кешірім сұраймын. Бәрі оқыдық дейді, мен дым оқыған жоқпын. Мойындаймын, шаштарыңызды ағарттым.
енді бір ұрам, Карим айтам, білмеймін, мен мына сабағын жазып бермесең болмайды деймін. Карим айтып қалды ма? Одан Мирханға жалынам, әйтеуір үй жақтың балалары ғой әлі. Одан Мирхан қайда? Мирхан бар, Миржан бар. Соларға жалынып жүремін. Одан қалса қаламқасқа айтамын ғой. Мә, қаламқас, мен чупа-чупс сатамын ғой одан. Чупа-чупс беремін, ертең, жазып берші деп жалынам. Осы балаларға көп рахмет айтамын. Әйтеуір мен ешқашанда мұғалімдердің алдында табағыма дәптерін жазып беріп, ішке жазса да, білмеймін, шын жазып жатыр ма, өтірік жазып жатыр ма, әйтеуір жазып береді, соны алып барамын. Сіздердің алдыңызда мен кешірім сұраймын, оқымағаным үшін жаңа кеше 20 жыл күтіп жатыр ғой. Сол кезде айтып жаттым, мә, тағы оқысам, мен Алтынберге оқып, осы уақытта бір жер жарып отыратын едім деп. Оқымағанымның арқасында қазір слесарь болып жүріп, шүкір бірақ. Шүкір. Ешкімнен кем емеспін, қол аяғым сау. Ең бірінші Гүлмира апай мен Бегімбет ағайға рахмет айтамын. Мені еңбекке баулығандар үшін, сабаққа баулмаса да еңбекке мұқтап баулыпты мен. 24/7 үйде гипстемін. Әйтеуір еңбектен жатыр, ешкімнен кем емеспіз. Осы класстастарыммен кездескеніме қатты қуаныштымын. Ең бірінші осы жердегі январдан бастап осы группаны ашып, Ердос бар, Дәулет бар, Алтынбек бар, Мирамбай бар, Ақбел бар, Галюк бар. Сендерге көп рахмет. Барлық біздің осы жердегі біреуміз анда тартамыз, біреуміз мұнда тартамыз. Жиналған 88-дердің ешқайсына үндемей, арасында мен ұрсып қоямын, тек олар үндемейді, мен айқай саламын группада. Сабырмен осылай күшті қылып өткізіп жатсыңдар. Рахмет, жарқыратып тұр, ауылда той қылып, ешкімнен кем болмай, садақаларыңызды беріп, шашуларыңызды шашып, дүркіретіп кеттіңіздер. Олдар сіздерге мың алғыс. Отбасыларыңызбен аман болыңыздар, көрінген бала-шағаларыңызбен аман болыңыздар, ата-аналарыңыз аман болсын, орталарыңыз ешқашанда азаймасын, тек көбейе беріңіздер. Менің өзімнің атынан осы ұйымдастырған балаларға шағын ғана сыйлығым бар, соны беруге рұқсат етіңіздер. 20 жыл өте шықты арада, көрмей қалып сағыныш боп санамда. Алматыда еңбек етіп жүрген дос, қуанышымыз бүгін бірге ортада. Ақбел деп атым қандай жарасқан, ақ көңіл бой талай жанға ұнасқан. Жолда білім басшы болып, абыройменен еңбек етіп, құрметке де таласқан. Жылдар өтті, өзгермепті, болмысың биіктегі беделіңмен қолтаңбан. Отбасыңа бақ береке серік боп, әр күніңе қуаныш боп қонсын таң. 20 жылдық кездесуің құтты боп, сыныптастар достығымен мәңгі болып, Ақбел дос мерейін көп, әрқашан бақыт пен шаттыққа өмір толсын. 20 жыл көрмесек те арада, Ақбел дос биік бір салада, Алматыда басшы болып, абыройменен құрметің арта берсін әрқашанда. Ізгі ниетпен алма. Және де өзімнің қолымнан машинасына біреуі машинасының номермен. Рахмет. Мына өлеңді қалай қытайдан жазып отырсыз ба? Өзің жаздыңыз ба? Мен өзім жазған жоқпын, сразу айтып қоямын да, ChatGPT-дің рахат екен. Мен оқыған жоқпын өйткені. Бәсе көріп тұр ғой. Дерек сондай. Біздің қамарымыз, Казинтудың профессоры Алматыдан арнайы келген үшін Қамарды да қалдырмайын деп, Қамарға да Рахмет. Қамар молодец. Дәл осындай жолымен Ердос үйасың өзің оқып аласың, келіншектер оқып берерсің. Саған да. Елдосқа. Өлеңменен Ғанибек бастасына. Ғанибек! Дәл осындай мәтінде. Алтынбек
бастасына. Алтынбек! Дәл осындай өлеңмен Иранбай бастасына. В общем, басқа столдарда ештеңе жоқ. Осындай тақпақпен Дәулет бастасына. О, Дәулет! Рахмет. Болды ма? Ой жаным, ChatGPT-дің құдіретіне иә? Бәріне бір дипломнан бересің. Қысқа нұсқа айтайын мен шынымен қызық толғиған, потом бақ қошып айтамыз. армысыздар, құрметті кластастар, достар, бүгінгі 20 жылдық кездесу барлықтарыңызға да құтты болсын. Мына ортамызға келіп отырған ұстаздарымыз, сіздерге көп алғыс. Дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын, әрқашанда осындай жақсы күндерде жолға беріңіздер. Сіздерге көп рахмет. Осындай кешті ұйымдастырған ұйымдастырушыларға көп рахмет. Және де арнайы үлкен алғыс осы 88-дердің азаматтарының қасында осы 20 жылдықты бірге атсалысып, солармен бірге сол жолдасымыздың 20 жылдық кеші қалай өтеді екен деп бірге атсалысып жүрген 88 жылғы келіншектерге бас иемін. Көп рахмет. Барлықтарыңыздың да дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, көрінген балапандарыңыздың қызығын көріп, ары қарай 20-30 жалғас 40-50 жылдық кездесулеріміздің жалғасы бола берсін. Енді осы кездесуге келіп тұрған, енді келмей қалған қыздар бар. Осы келіп тұрған қыздардың атынан ән шашуымыз бар, қабыл алыңыздар.
Ozan.